Армысыз қадірлі көрермен, бұл құрылтай сұхбат. Әдеттегідей біз ұлттық құрылтай мүшелерімізбен елдегі алаңдатқан мәселелер туралы әңгімелесеміз. Бүгінгі қонағымыз ұлттық құрылтай мүшесі, Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры, бірінші кезекте зерттеуші ғалым Лаура Шапайқызы Қарабасова. Арнайы шақырып отырмыз. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Лаура Шапайқызы, біздің енді алғашқы сауалымыз, жаңа да айтып отырмыз, соңғы бірнеше жылда шыны керек жоғары білім және ғылым саласында үлкен бір өзгерістер болып жатыр. Жоғары білім саласында бөлініп жатқан мемлекеттік тапсырыс, гранттардың саны, жатақханалар салынып жатыр, стипендияны өсіріп жатырмыз. Ғылымда жас ғалым постдокторантура нысаналы бағдарламалық гранттарымыз бар. Яғни ғылымға қатысты үлкен шешімдер қабылданып жатыр. Өзіңіз де бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Бұл адамның жалпы ой санасының өзгеруі. Біздің негізгі мақсатымыз осы саладағы мықты тәжірибелі мамандарды осы істеп жатқан білім ғылым саласында сақтап қалу, және де таланттарды жұмылдыру. Енді сіздің ойыңыз қалай? Үлкен бір ортада жұмыс істеп жатсыз, жетекшілік жұмыста жүрсіз. Жалпы азаматтардың мен оқытушы боламын, профессор боламын, немесе ғылымға барғым келеді деген адамдардың көзқарасы қоғамда өзгеріп жатыр ма, қалай ойлайсыз? Рахмет. Шын мәнінде бізде соңғы жылдары ғылымда талантты жастардың қалуы, ғылымға бет бұруы, және де нақты өндірістік проблемаларды, қоғамдағы проблемаларды шешуге бағытталған қолданыстық сипаты жоғары, пайдалы ғылыми зерттеулердің көптеп болуы мәселесі талқыланып жүр. Әрине, біз таланттар туралы айтқан кезде ең алдымен ғылымға қалай әділ жолмен біз іріктейміз, яғни ғылыми потенциалы бар жастарды, сонымен қатар оларды қалай ынталандырамыз. Ол тек қана ғылыми ортада қалу ғана емес, ғылыми инфраструктураны оларға қалай жасаймыз, әрі қарай даму үшін, ойлармен бөлісу үшін орта қандай болу керек деген сияқты. Қолайлы жағдай, ол жалақысы, ол іс-сапарлары, және де өзіне қолайлы, жақсы, озық ойлы ортаның болуы деген сұрақтарды көбірек талқылаймыз. Әрине, бұл ретте біздің мемлекет басшысының тікелей араласуымен, тікелей қолдауымен ғылымды қаржыландырудың арттыруы бұл ең мықты ғылымға серпін берген құралдардың, шешімдердің бірі деп айтуға болады. Оны мен өңірлік университеттің мысалында айта аламын. Мысалға, осыдан 3 жыл бұрын ғана біздің ғылымның бюджетінің шамасы 300 миллионнан ғана астам ақша болатын болса, барлық ғылымға бөлінетін бір жылдық ақша. Қазір біз 1 миллиард 600 миллион теңгеге дейін жетіп қалдық. Бұл дегеніміз бір қарағанда цифра болып көрінеді, бірақ ол цифра емес, ол ғалымдардың жалақысы, ол ғалымдардың құрал жабдығы, ол ғалымдардың әртүрлі сапарларға барып коллаборация жасауы, сонымен қатар бұл әрине ғалымдардың басқа да мүмкіндіктері. Олай дейтін болсақ, қазіргі уақытта біз әрине мемлекет тарапынан жасалған қолдау, біздің ғылым және жоғарғы білім министрлігінің жасап жатқан жүйелі жұмыстарының нәтижесінде біз осы ғылымға кәдімгідей үлкен серпіліс беретіндей бір қатар қадамдарды қолға алып жатырмыз. Бір нәрсені түсіну керек, ғылымдағы, білімдегі өзгерістер, шынымен де өзіңіз де айтып қалдыңыз, бұл ең алдымен адамның санасындағы өзгерістер, адамның мінез құлқындағы өзгерістер, және бұл мәдени өзгерістер. Бұл өзгерістер үнемі уақытты талап етеді, және қаржылық жағынан да, ресурстық жағынан да ұзақ уақыт жүйелі қолдауды қажет етеді. Бұл уақытта ұзақ мерзімді жүйелі қолдау бар. Енді біздің тарапымыздан университет ретінде, маман ретінде, басшы ретінде біз осы жүйелі түрде таланттарды тартуды, таланттарды ұстап қалуды және оларға қолайлы жағдай жасауды жалғастыра беретін боламыз. Негізгі ғылымның шынайы мақсаты да, міндеті де, функциясы да бұл қоғамға пайдалы болу. Ғылымның негізгі міндеті ғылымға негізделген экономиканың құрылуына әсер ету. Сондықтан да бізде ғылыми әдістемені өте жақсы меңгерген, шетел тілін білуде өте маңызды, көптеген түрлі ресурстардан, деректерден өзі ақпарат алып оқи алатын, жан-жақты хабары бар, жан-жақты ақпараттандырылған және сыни тұрғыдан ойлай алатын, орнықты шешім қабылдай алатын, орнықты ұсыныстар бере алатын мықты ғалымдарды әзірлеу. Бұл өте маңызды. Яғни қазіргі кезде ғылымның қолданбалығы, және де қоғамға пайдалы болуы. Осы тұрғыдан жақында ғана бір үлкен профессор бір сөз айтып қалды. Қазір табысты болам десеңіз, ғылыммен айналысу керек деп бір айтып қалды. Шыны керек, жастарда да бір ғылымға негізгі жұмысын атқарады, қосымша бір проектімен айналысады дегендей зерттеулер, мақала жазады. Оның өзінде де қазір университетте істейтін ғалымдардың
жарияланымдарына қарай түрлі мотивация жолдары бар, сондықтан бұл да бір қосымша стимул сияқты негізінен. Шынымен де қазір біз де жастарға көбірек айта бастадық. Шынымен де бұрынғыдай ғылым табысы аз, онша тартымды емес мамандық болудан қалған сияқты. Қазіргі уақытта шынымен де бізде өңірдің өзінде отырып 1 миллионға теңгеге дейін 1 миллионнан астам жалақы алатын біздің көптеген мамандарымыз бар. Неге бір ғалымнан жалақысы мысалы айырмашылығы болуы мүмкін? Өйткені шынымен де ғылыммен айналысатын, бәсекеге қабілетті, түрлі конкурстарға қатысу арқылы үлкен қаржы көздерін ұтып ала алатын, әртүрлі көздерден тарта алатын ғалымдар, әрине бұл бәсекеге қабілетті ғалымдар, олар үнемі сұранысқа ие, әрине олардың алатын жалақысы да жоғары. Жақсы. Лаура ханым, енді соңғы жылдары сіз бір жағынан әйелдер ісі жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесісіз ғой. Елімізде мынау әйелдер мәселесі, саясаттағы, экономикадағы, мынау мансап жолындағы әйелдер мәселесі қазір жақсы айтылып келе жатыр. Бізде енді осы салада жүрген мынау институт ретінде ол тенденцияны қолдаймыз негізі. Мынау бір қатар білім беру ошақтарына әйел азаматтар келді. Соңғы жақында ғана Айжан Темирбаева әріптесіңіз Алматыдағы Еуразия технология университетінің ректоры болып келді. Ол да бір жақсы шешімдердің бірі деп есептейміз. Енді өзіңіз өңірге бардыңыз. Өзіңіздің туып өскен өлкеңіз солай ғой? Туып өскен өлкем, әрі менің альма матерім, мектепте оқыған жерім, университетте осы университет, иә. Және де өзіңіз осы салада зерттеу саласына келе жатсыз. Назарбаев университетінде жұмыс істедіңіз. Содан жинаған біліміңізбен, былайша айтқанда қоржыныңызбен қайтадан өңірге барып қызмет ету, ол да бір бақыт негізі. Енді екінші жағынан, Лаура ханым, өңірдегі ахуал бәрібір орталықтан айырмашылықтар болады. Біздің енді сұрағымыз келіп отырғаны, өңірдегі, оның ішіндегі Жұбанов университетіндегі істейтін оқытушының, ғалымның бір орташа портреті қандай? Яғни ғылыми дәрежесі, жынысы, жасы, қызығушылықтары, олар не алаңдатады? Мысалы, өзіңіз енді Кембриджде оқыдыңыз, Батыста болдыңыз. Ол жердегі ғалымдардың жасалған жағдайын білесіз. Әрқайсының жеке кабинеті бар, түрлі базаларға жаңағы мүмкіндіктері бар кіретін. Жыл сайын қаншама тағылымдамалар, стажировкалар жүреді ол кісілер. Ал біздегі өңірдегі оқытушының орташа портретін бір елестетіп көрейікші, Жұбанов университетінің мысалында. Өте қызықты сұрақ екен. Иә, енді Ақтөбе бізде индустриалды аграрлы өңір болып табылады. Біршама жақсы экономикалық мүмкіндіктер бар, интеллектуалдық потенциалы жоғары біздің өңірдің. Енді біздің орташа, біздің профессор, немесе біздің ғалым, біздің оқытушының бет-бейнесіне қарайтын болсақ, бір қарағанда өңір деп аталғанымен, ол міндетті түрде өңірден шыға алмайтын, өңірден басқа жерде жұмыс істеу мүмкіндігі, мансаптық мүмкіндіктері жоқ адам емес. Бұл мықты маман болуы мүмкін. Біздің өңірде де түрлі ұлттық университеттерді, түрлі шетелдік университетті кейбір жылдары, қайбір жылдары бітіріп, өзінің докторлық, кандидаттық диссертацияларын қорғаған мықты ғалымдар бар. Көбіне қазір мен білетін Жұбанов университетінің мықты ғалымдары, табысты ғалымдары, олар ең алдымен өзінің туған жерінің, Ақтөбенің, соның ішінде Жұбанов университетінің нағыз патриоттары. Бізде мысалы Жұбанов университетінде жалпы ғылыми карьера деген бір 20, 30, 40 жылға дейін созылады ғой. Бізде көбіне өңірлік университеттерде бір жерден тапжылмай жұмыс істейтін ғалымдар өте көп. Мысалы 50 жыл істеп, 40 жыл істеп, әрі қарай зейнеткерлік жасқа шығатын ғалымдар бар. Бұл көбіне шынымен де өзінің тақырыбымен тыңғылықты айналысатын, өзінің білімін алған, бірақ өңірде отырғанмен ол үнемі өңірде отыра бермейді, конференцияларға ғылыми, басқа да шараларға шығатын, эксперт ретінде өзін көрсететін, бірақ көбіне проблематикасы регионмен байланысты және отбасы, басқа да жағдайларға байланысты тұрғылықты түрде үнемі өңірде отырған ғалымдар болып табылады. Десек те, өңірлік университеттің мынандай проблемасы бар. Бұл интеллектуалды тұйықталу мәселесі деп аталады. Негізі бұл бұрын көптеген посткеңестік елдердегі кеңестік университеттерге тән құбылыс. Бір маманның өзінің қалыптасу, мансаптық қалыптасу жолында бір желмен шектеліп қалуы. Ол мысалға бакалавриат деңгейі, магистратура деңгейі, докторантура деңгейі. Бір қарағанда кейде біз өзіміздің түлегіміз осы жерде 10 жылдап оқыды, содан кейін профессор құрамға алып қалдық, немесе тағайындадық деп қуанып жатамыз. Бұл да жақсы құбылыс, бұл өзіміздің өніміміз деп мақтанамыз. Бірақ екінші жағынан бізде идея, ғылыми орта ол тұйықталмау керек. Мысалға, мына жерде бакалавриаттан оқысаң, мүмкін сол мамандықтың оқытудың басқа университетте сәл ерекшелігі басқа болуы мүмкін. Мысалы, Ақтөбеде оқып, кейін металлургтер бізде Қарағандыға барып, мысалға, докторантурасын оқып келіп жатады. Мен ойлаймын, бұл құндырақ. Биыл бізде Атырауда өткен ұлттық құрылтайдың жиынында мемлекет басшысы да осы мобильділік туралы айтқан болады. Жастардың тек қана бір жерде ғана тапжылмай отырмай, әртүрлі қалалардағы, елдердегі мүмкіндікті көруі. Өйткені қаншалықты сен
әр жерге барсаң сол жерден жаңа бір идея алып келесің, жаңа бір әдет ғұрып алып келесің, жаңа бір қалып алып келесің деген сияқты ол өте маңызды. Мысалға батыс елдерінің өзін-өзі сыйлайтын мықты университеттері өзінің түлектерін профессорлық құрамға бірден алмауға тырысады. Неге дейсіз ғой? Сонда сіз өзіңіздің дайындаған маманыңызға өзіңіз сенбейсіз ба? Олар лайықты емес пе деген сұраққа жоқ, олай емес. Өйткені бұл ең алдымен өзінің дайындаған маманына деген қамқорлық. Неге? Өйткені бір жерде тұйықталып қалған, бір жерде тұрып қалған интеллектуалды оқшаулану деген сондай ұғым бар. Ол жақсы емес. Сондықтан да әрине өңірлік университеттерге тән өзіндік бір инерттілік те бар. Біз соны қазір жоюға тырысып жатырмыз. Не істеп жатыр дейтін болсақ, соңғы 3 жылда біздер университеттің есебінен өте мықты ағылшын тілінің инструкторларын университетке тарттық. Тегін түрде ұжымға ағылшын тілі курстарын қойдық. Неге? Өйткені докторантураға түсу үшін ағылшын тілі керек. Болашақ бойынша тағылымдарға бару үшін ағылшын тілі. Жалпы ғылыммен айналысу үшін ағылшын тілі керек. Жалпы жақсы оқытушы болу үшін, ресурстарға қолжетімділік алу үшін ағылшын тілін білу керек. Сол үшін біз мына курстарды 3 жыл қатарынан бердік. Басында мысалға бірден ол түсінушілік тапқан жоқ, бұл неге керек екен дегендей күмәндар болды. Қазір қарасақ, ұжым болып жаппай оқығанның нәтижесінде мысалға соңғы 3 жылда біз 50-ден астам жас маманды ұлттық университеттегі докторантураға түсіріп отырмыз. Неге? Өзімізге де тартуға болады, өзімізде докторантурада қалыңыз деп айтуға болады. Бізге де түсетіндер бар, оны да ынталандырамыз. Бірақ десек те басқа жердің дәстүрін, басқа жердің академиялық мәдениетін, басқа жердің әдеттерін көріп келген мамандар, мен ойлаймын, одан да құндырақ. Одан бөлек қазір бізде Жұбанов университетінде бұрын-соңды болмаған 50-ге жуық шетелдік оқу орындарын, Астанадағы Назарбаев университетін бітірген жап-жас мамандар жүр. Олар бұрын-соңды Ақтөбеде тұрмаған, Ақтөбенің тумасы емес, Ақтөбеге былай қарағанда қатысы жоқ. Бірақ олар идея үшін, өңірлік университеттің трансформациясы үшін сол идеяға көнді, қазір келіп жұмысын істеп жатыр. Жалпы қазіргі уақытта әлемде diversity деген маңызды ұғым бар. Сан алуандылық. Біздің ұжым, біздің қоғам да сан алуан ғой. Біздің ұжым неғұрлым сан алуан болса, адамдардың сипаттамалары әртүрлі болса, алған білімдері, бэкграундтары әртүрлі болса, ұжым мықты болады. Біз сондықтан да қазір бір инклюзивті мықты ұжым құру үшін әртүрлі мамандардың басын қосып, іштегі ең алдымен кадрларды мықты дамыту арқылы біз осындай кадрлық потенциалға күш салып жатырмыз. Өңірлік университеттерде кадрлық мәселе бар. Бұл жүйелі түрде шешілуді қажет ететін мәселе. Бұл тек қана іштегі кадрларды сыртқа жіберіп күтіп отыру ғана емес, сонымен қатар үнемі бір ортақ Қазақстан, былай қарағанда бөлінбейміз, әртүрлі өңірлерден де мықты мамандардың өңірге келіп жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Енді біздің университеттің ерекшелігі, бұрынғы ақсақалдар көп айтады, біз қашанда сырттан келген жастарды, мамандарды қалай кеудесінен итерген емес, қабылдай береміз. Қайбір жылдар Ақтөбеге келіп, жас кезінде сіңіп кеткен, қазір ақтөбелік деп ойлайтындай бізде мамандар өте көп. Бұл өте маңызды. Сондықтан жалпы елдің бірлігі туралы айтсақ, елдің тұтастығы, қоғамның тұтастығын айтсақ, осындай құндылықтардың университет деңгейінен бастап жүзеге асқаны маңызды. Жақсы. Бір жағынан жаңағы diversity туралы өте жақсы айттыңыз. Біздегі жалпы жоғары білім саласындағы осы diversityді кеңейтуге қазіргі соңғы жылдары Қазақстанда ашылып жатқан шетелдік университеттердің филиалда бір жақсы әсер етіп жатқан сияқты. Бұл бір жағынан біздің экономиканы тараптандыру жағынан, әртүрлі саладан, мұнай газ саласынан, гуманитарлық саладан, Аризона университетінің филиалы, Миннесота қазір Қостанайда ашылайын деп жатыр. Сіздерде ашылған Керет университетінің филиалы, қателеспесем. Корея, енді соңғы жылдар мынау білім және ғылым министрі есептерінде ол толық айтып жатыр осы туралы. Енді осындай жағдайда мені жеке алаңдататын мәселе, Қостанайдағы өңірлік университет бар, сосын Дулати атындағы өңірлік университет бар, бірнеше енді өңірлік деп аталатын Қазақстандағы. Мені ойландыратын нәрсе, біздегі бұл бәсеке қалай? Өйткені шетелдік филиалдарды, кампустарды біз ашып жатырмыз, оларға грант бөліп жатырмыз, олардан шығатын түлектер бар, ұлттық университеттер бар. Осы бәсекеде өңірлік университеттің бәсекедегі деңгей қалай болар екен? Нарықты біз қаншалықты сұраныспен қамтамасыз ете аламыз? Осы жағынан қаншалықты сіздер жұмыс істеп жатсыздар? Өте жақсы сұрақ. Енді бір қызық жері, біздің шетелдік университеттердің кампустары келіп жатқан кезде, әрине олар өз алдына кампус болып ашылған жағдайда әңгіме бөлек. Шынымен де бәсеке. Мысалы, Алматыдан, Астанадан өз алдына кампус. Біздің моделіміз, бұл жерде әртүрлі модельдер бар. Саясат Нұрбекұлы министріміз де айтып жүр, әртүрлі модельдер қарастырылды. Қай өңірге қай модель көбірек келеді, орталық қалаларға дегенде. Біздің жағдайымыздағы модель бұл екі университеттің тығыз орналасып
бірге жұмыс жасауына бағытталған модель. Неге? Мысалға, біздің Ақтөбенің жағдайында былай қарап отырсаңыз, өңірлік университеттердің бәсекеге қабілеттілігі ол басқаша мәселе, өңірлік университеттің ұлттық университетпен қатар тұруы бұл да біраз күшті қажет етеді. Сол тараптан келгенде қазіргі келіп жатқан мықты техникалық дәстүрі бөлек университеттер келіп жатқан жағдайда бір қарағанда олардың міндеті тек қана кадр даярлау сияқты. Экономикаға қажетті, сұранысқа ие техникалық кадрлар даярлау. Бірақ бұл серіктестіктің көбіне біз көретін бет жағындағы бір қыры ғана. Ар жағындағы түпкі мақсаты бұл өзі келіп сол базасында орналасқан университеттің терең трансформациясы. Оны мысалға біз қазір 2 жыл болды жұмыс жасап жатқанымызды қайдан байқаймыз. Олар жалпы ең қарапайымы студенттің жеке ақпаратын қалай пайдаланады. Ата-ана кім? Ата-ана үшінші тарап. Ата-анаға студенттің оқу үлгерімі жөніндегі ақпаратты жай WhatsApp арқылы беріп жіберуге бола ма? Бір қызметкер мен бір қызметкер студент туралы, студенттің кейбір жеке ерекшеліктері туралы WhatsApp арқылы ақпаратты алмаса ала ма? Ректор айтса, маған мына студент туралы ақпарат бер десе, рұқсатсыз кез келген қызметкер ректорға бере салады ма? Осындай этикалық мәселелер. Сонымен қатар мынау data protection дейді, жеке мәліметті қорғау мәселелері, одан бөлек олар студенттерді қалай қабылдайды, олар қандай талаптар қояды. Тіпті емтиханды өткізу тәртібі өте ерекше. Мысалы, біздің әріптестеріміз биыл қатты таңғалды. Былтыр әрбір 2 партаның ортасындағы әрбір арақашықтықты сызғышпен өлшеген кезде, әрбір партаның орналасуы, стандарттар, invigilation дейді, олар емтиханды тексеруші қалай болады, олар қалай кіреді, плагиат мәселесі. Былай қарағандай балалықпен білмей қалды ғой, көшіре қойды ғой, жоқ, мен көшірген жоқ, мен жай ғана қолыма ұстап келген дәптерім ғой деген мәселелер ол жерде болмайды. Тек қана бір жақты стандарттар. Осының барлығын қарап отырсаңыз, біздің ұжым, әрине біз оған да тегін келген жоқпыз, біз оған дейін 2 жылдық үлкен ішкі тазарту жұмыстары болды, бізде ішкі сапаны нығайту жұмыстары болды, Ақтөбеде үлкен резонанс туғызған оңай емес шешімдер де болды. Біз лайықты партнер болғымыз келді. Біз бірдей құндылықтарды ұстанғымыз келді. Біздерде әділдік десек, әділдік бұзылмайды, адалдық десек, адалдық бұзылмайды деген сияқты. Бірақ оның үстіне осы келіп жатқан серіктестік біздің университеттің тағы бір қадам сатыға жоғары қарай шығуын ілгерілетіп жатыр, күшейтіп жатыр деп толыққанды айтуға болады. Шынымен де сабақ беру процесі. Біздің әріптестеріміз де айтып жүр, мысалға бізде 3 параллельде бір физика сабағы өтетін болса, 3 оқытушының да қолданатын лекциялары, дәрістері бірдей. Малайзияда болсын, Эдинбургта болсын, Ақтөбеде болсын. Кез келген адам қазір Эдинбургтан Ақтөбеге ұшып келсе, сол Эдинбургта беріп жүрген өзінің барлық материалымен Ақтөбенің аудиториясына кіре салады. Бұл бір жаһандық кампус деген идеясы да олардың сода. Жаһандық бір университет, бір жүйе деп аталады олар, бір экосистема. Сол бойынша бізде сапаның стандарттары солай қамтамасыз етіліп отыр. Яғни шетелдегі білім бағдарламасымен бір жақсы синхронизация бар, бізде мынау үйлесім бар. Үйлесім бар. Бір қарағанда ең бастапқыда біз мынау кредиттердің санын санаған кезде қалай екеуін үйлестіріп өткен, бізде 2 диплом ғой. Біздің кредиттері, олардың кредиттері, біздің уақытымыз, олардың уақыты, біздің тіпті каникул уақыты, академиялық календарь деген нәрсенің барлығын санамалап келгенде бір қарағанда оңай емес процесс, бірақ біздің ұжым үлкен осындай жұмыстарды атқару арқылы Хэриот университетімен толықтай бір түсіністікке келдік. Қазір енді міне 2-ші курсымыз 2-ші семестрге де жақындап қалған екен. Лаура ханым, мен ойлаймын, мынау өңірдегі университеттің бір артықшылығы, мәселен, Ақтөбе қаласында Жұбанов университетінде жұмыс істейтін оқытушы, немесе сол университетте оқитын студент, сіз бір сөзіңіз айтып қалдыңыз, 50% осы қаланың студенттері, қала тұрғындары, қала студенттері деп айтып қалдыңыз. Оларға үлкен жеңілдік, өзінің ата-анасының үйінде тұрады, өзінің ата-апаларымен тұрады, әжесінің қолында тұруы мүмкін, аржанда бір Ырғыз ауданы, Қобда ауданы келіп оқитын болса, мысалы, қалада туысқандары болса. Сол жағынан тұрғын үй жағынан кішкене жеңілдік бар сияқты. Оқытушылардың көпшілігі енді сол қала тұрғындар шығар деп ойлаймын. Сол жағынан бір мәселе енді жеңілдеу сияқты, негізі. Ал енді мынау студенттер туралы айтып отырмын ғой. Студенттерді қазір сізге жеке мәселелермен келе ме? Студенттерді қандай мәселе алаңдатады университетте қазіргі кезде? Жатақхана мәселесі қалай шешіліп жатыр? Осы туралы бір қысқаша айта кетсеңіз. Шынымен де енді мынау орталық үлкен қалалармен салыстырғанда өңірлік университеттің жатақхана мәселесін шешу жағдайы әлдеқайда жақсы. Өйткені үлкен қысым бұрын соңды болған жоқ. Десек те қысым студенттердің жақсы жайлы бөлмелерде тұруға деген сұранысы. Бұл әрине үлкен сұрақ. Әрине біз экономикалық жағдайды ескере отырып
үнемі тұру бағасын жатақхананың көтермейміз, үнемі ата-аналарға қолдау көрсетуге тырысамыз, бірақ десек те әрине жақсы жайлы жатақхананы үнемі жаңартып отыру, жақсы қаржыны үнемі құйып отыруды қажет етеді. Әзірге әрине бізде өңірлерде жатақханамен қамтамасыз етілу мәселесі шешілген, бірақ біз осы Хейлет арқылы байқап отырмыз, бізде қандай өзгерістер болып жатыр. Мынау студенттік континенттің сипаттамасымен келбеті өзгерді. Бұрын мысалы Ақтөбеде біздің Жұбанов университетіне көбіне Қызылорда, Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан облысының ғана студенттері оқитын. Қазір қарасаңыз, бізде тағы кім оқиды? Бізде қазір Астана қаласынан келген, Алматы қаласынан келген, Түркістан облысы, Жамбыл облысы, биыл Өскемен қаласы, Павлодар қаласы сияқты бұрын соңды бізде болмаған қалалық студенттер де келіп оқып жатыр. Әрине олар үшін бұл жаңа экспириенс, жаңа тәжірибе. Әрине олардың келуі бұл үлкен тағы да біздің тарапымыздан жаңа жағдайларды қарау қажеттілігін келіп отыр. Өткенде көрсетіп отыр. Өткенде маған мысалға 4-5 студент келген, оқу жылының басында стартап идеямыз бар деп өздерін көрсетті, таныстырды. Айлздары 8 балға дейін өте керемет оқитын балалар. Сол әңгімелесіп отырып сұрап қалам ғой, сіз қайдадан, сіз қайда? Сол кезде мен таңғалғаным, барлық бесеуі де жатақханада тұратын болып шықты, және барлығы да сол жатақханада тұрғанның арқасында танысып, әртүрлі мамандықтың өкілдері, 3 мамандықтың бірге осындай стартап идеясын құрған екен. Коллаборация жасап жүр. Коллаборация жасап жүр. Енді жатақхана мәселесі жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, қалай шешілген деп. Әрине, әзірге бізде жатақхана жеткілікті, бірақ алдағы уақытта біз жатақхана салу мәселесін қазірдің өзінде жоспарлап отырмыз. Жатақхана бұл да жаңа тәжірибе. Және де өңірлік университеттің басқа мүмкін көптеген университеттерден ерекше бір, қалай айтсам екен, бір ерекшелігі, біз көбіне жалпы өңірлік университетті канадалық профессор бар, Джейн Найт деген, ол халықтық университет деген сипаттамасына келеді. Бұл деген не? Өңірлік университет бұлайша жағдайда қосымша қолдаусыз білімге қолжетімділікте кедергілері бар көбіне түрлі категориялардың басын қосатын, мысалға әлеуметтік қолдауды қажет ететін, отбасы жағдайында белгілі бір проблемалар бар, шалғай жерлерден шыққан көптеген жастарға ең алғашқы жоғарғы білімге деген қолжетімділікті беретін орын болып табылады. Былай қарағанда әлеуметтік лифт болып табылады. Бұл жағынан бізде қандай қиындық бар дейтін болсақ, бізде жылдан жылға ата-аналардың тарапынан мынау жеңілдіктер сұрау, гранттар сұрау, мемлекеттік гранттан бөлек тағы да университеттің тарапынан осындай жеңілдіктер сұратын жағдайлар болады. Әрине университеттің бюджеті шектеулі болғанымен біз өзімізді әлеуметтік университет деп санаймыз. Жылдан жылға комиссияның шешімімен түрлі категориялардан шыққан жастарға біз жеңілдіктерді беріп отырамыз. Одан бөлек біздің Ақтөбенің жақсы жері, бізде жер қойнауын пайдаланушы компаниялар көп. Біз сол компанияларға кәдімгі жеке-жеке, міне 5 бала, міне 4 студент деп бөлек-бөлек шыға отырып, қолдау сұрап, спонсорлық көмек сұрап, бір жылдық болса да оқу ақысын жауып беретін жағдайларымыз өте көп кездеседі. Ол компанияларды әлеуметтік жауапкершілік жағынан қолдап жатыр сіздерді? Бұл компанияларды да негізгі өзінің өңір алдындағы әлеуметтік жауапкершілігі бар ғой. Енді бұрын соңды олар әртүрлі мүмкін жобалармен жауып отырған болар. Соңғы жылда біз көбіне университеттің тарапынан ол компанияларға көп шығамыз. Сіз біздің өңірде орналасқансыз, жер қойнауын пайдаланасыз, әлеуметтік жағынан ең алдымен өңірге саласыз деп. Сол кезде бізде әлеуметтік жауапкершілігін өте жақсы сезінетін компаниялар бар. Ірілі ұсақты компаниялар бізге әртүрлі, кейде банктердің тарапынан да қолдау болады. Бала студент туралы толық ақпаратты береміз, отбасы туралы, олар қарап отырып бізге шешімін шығарып береді. Өте жақсы бұлай серіктестік екен негізінен. Және де бір сөзіңіз өте жақсы ұнап отыр. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысына мектеп бітіргенге дейін енді қазір әлем ашық саяхаттайды барлығы. Бірақ өкінішке қарай кейбір азаматтар, отбасылар болады, облыстың шегінен шықпаған адамдар да өте көп негізі. Ал енді осы шығыстан батысқа барып оқу, ол жалпы азаматтың көзқарасына да, басқа азаматтармен жаңа сіз айтқандай бірге араласуына, байланысуына, қоғамның интеграциясына негізі өте жақсы. Қоғамның интеграциясы шынымен де. Сол жағынан бір өте мықты орталық сияқты университетте. Енді Лаура ханым, жаңағы бір сөзіңізде плагиат туралы өте жақсы айтып қалдыңыз. Сіз Назарбаев университетінде жұмыс істедіңіз, ол жерде өте үлкен құндылық, ол жаңағы академик интегрити, адалдық, яғни бұл мәселе. Бұл біздің қоғамға, әсіресе білім саласына өте бір қажет құндылық сияқты қазіргі кезде. Өйткені жасанды интеллект дамып келеді, ChatGPT, гамма, әртүрлі қосымшалар бар қазір, бір презентация жасауға болады, тексттер дайындау болады. Студенттер курстық жұмыстар жазады, жобалар қорғайды. Қазір тек қана бір цитатаны алып қоя салуған емес, қазір идеяларды, біреудің идеясын көшіріп алу бар, мысалы үшін. Осы жағынан сіздер қандай жұмыс істеп жатсыздар? Кейбір мына академиялық адалдық лигасы бар, бізде қателеспесем. Біз биыл төрағасымыз. Сіздер төрағасымыз жұмыс істеп жатсыздар. Өте үлкен жауапкершілік бір жағынан. Университеттеріңіз осы тұрғыдан қандай жұмыс істеп жатыр? Әрине өңірдегі
жастарды, студенттерден бастап профессор оқытушылар қауымын осыған үйрету, ол да оңай процесс емес негізінен. Сол тұрғыдан қандай бір жетістіктер бар? Иә, шын мәнінде мен Жұбанов университеті еліміздегі академиялық адалдық стандарттарын орнату бойынша, академиялық адалдық мәдениетін ілгерілету бойынша айқын жұмыс жасап жатқан бірден-бір университеттердің бірі деп толыққанды айта аламын. Шынымен де академиялық адалдық лигасы бұл 18 ғана ерікті университеттің басын қосқан. Бұл бір, қалай айтсақ, формальділік үшін қосылған университеттер емес, өздері шынымен де біз академиялық адалдық стандарттарын мықты бір бағыт ретінде ұстаймыз және одан ешқандай жағдайда таймаймыз деп өз еркімен келіскен университеттер. Және де біздің соңғы 3 жылдағы өңірде отырып жасаған жұмысымыздың нәтижесін көрген осы университеттің өкілдері осы лигадағы бір ауыздан дауыс беру арқылы біздің университетті жалпы жиналыстың төрағасы деп сайлады. Бұл біз үшін символикалық әрі мәңгіге, екіншіден біздің ұжымның жемісі. Неге дейсіз ғой? Өйткені әрине орталықта, басқа университеттерде адалдық мәдениетін орнату бұл бір жұмыс, бірақ өңірде отырып, өңірдегі жалғыз дерлік университетте мынау дәстүрді, сананы, қалыптасқан үрдістерді өзгерту бұл өте ауыр процесс. Біз осы жұмысты 3 жыл қатарынан атқардық. Сіз айтып отырған плагиат, тағы да басқа мәселелер. Енді көбіне біз плагиат туралы көбірек айтқанмен, жалпы академик сіз өте дұрыс. Академик honesty емес, integrity деген сөзді қолданып отырсыз. Integrity бұл тұтастылық дегенді білдіреді. Тұтастылық деген ол тек қана плагиатты идеяны ұрлап алу кезінде жазалау ғана емес, ол төменнен, кеңінен басталатын үлкен бір мәдени құбылыстардың, көзге көрінбейтін жұмыстардың жиынтығы. Жалпы неге біз, жалпы студенттер біреудің идеясын алып, бірақ оның авторын айтпайды? Неге кредит бермейді? Неге біз бір дайын жұмыстарды ала салуға, соны бере салуға құмар боламыз? Деген сұрақтарға келсек, мен ойлаймын, бұл да өте біздің ел болып, мынау білім берушілер болып ойланатын сұрағымыз. Бұл да бір өз-өзіңе деген сенімсіздік сияқты. Ол сол біздің балабақшадан бастап, мектептен бастап, өз идеяңды құрметтеуге үйрену. Не болса да, жақсы болса да, әдемі болса да, әдемі болмаса да, өз қолыңнан туындатуға, шығармашылықты үйрену. Қорғап алып шығу. Шынымен де креатив болу. Ол үшін мектеп қандай болу керек? Балаларға еркіндік берілу керек, ой еркіндігі берілу керек, мұғалім, тәрбиеші, отбасы барлығы баланың кәдімгі жасампаз түрде, сындарлы түрде, конструктивті түрде ойын айтуына мүмкіндік беру. Байқасаңыз, critical thinking деген сөз көбіне бізде қалай қолданады? Біз critical thinkingді от слова критика сөзінен сын ретінде айтамыз. Тек сын деген кемшілігін айту, жаман жақтарын көрсету. Жоқ, critical thinking деген сөз мағынасы ол неғұрлым көп дерек көздерден ақпаратты алып, көп оқып, көп білгеннің нәтижесінде, жақсы аргументтердің нәтижесінде бір орнықты, объективті пікір қалыптастыру дегенді білдіреді. Бұл дегеніміз үлкен процесс. Яғни осындай болу үшін, әркім өзінің пікірінің құндылығына сену үшін, тек қана өзінің ойын айту үшін, бірақ біреулердің ойларын пайдаланғанына сілтеме беру үшін. Бұл енді үлкен комплексті процесс. Шынымен де әзірге біз бет жағы көбіне плагиаттың регуляцияларын жасап жатырмыз ғой. Диссертация былай жазылу керек, реферат былай жазылу керек деген сияқты. Техникалық жағы да, бірақ әр жағы ол көбіне біз күнделікті сабақ процесінде оқытушы өзінің іс-әрекет арқылы, модельдеу арқылы ғана, мен ойлаймын, біртіндеп біз осы мәселеге келетін сияқтымыз. Қарап отырсаңыз, жалпы білім беру саласының қолында үлкен потенциал, үлкен күш бар. Біз ұлттың алдағы уақытта озық ойлы, зиялы ұлтты қалай қалыптастырамыз десек, оны балабақшадан бастап оқу орнына дейін бізде үлкен мүмкіндік бар. Сонда біз озық ойлы ұлтымыз, біздің озық ойлы азаматтарымыз кім деген сұраққа келетін болсақ, бұл көп оқитын, қайтып келеміз. Кітапты көп оқитын, идеяларды көп қарайтын, технологияны да шебер пайдаланатын, бірақ әр жағында тұрған сөз тағы да мемлекет басшысы айтып жүрген адал азаматқа қайтып келеміз. Бірақ көп оқитын, көп білетін, бірақ адал, біреудің идеясына кредит беретін, біреудің идеясын айтатын шынайы адамдарды тәрбиелеу. Бұл қалай болғанда да, сол мектепті, басқа білім беру сатыларын айтпағанда, жоғары оқу орнында бұл жерде жауапкершілік өте үлкен. Сондықтан талап та қатаң болғаны заңды. Лаура ханым, сіз келесі сұраққа өзіңіз алып келдіңіз, адал азамат деген идеядан келеді ғой. Ұлттық құрылтайдың биылғы жылғы бір жұмысын қорытындау бойынша жиынға қатыстыңыз. Сол жердегі мәселе осы орта білім саласындағы қазіргі бір тұтас тәрбие бағдарламасы қабылданып жатыр. Одан кейін адал азамат принциптері,
Жалпы мектептегі баланың бойында оқу процесіне құндылықтардың белгілі бір атрибуттары қалыптасып жатыр қазір. Енді мені жеке ойландыратын нәрсе, осы компоненттерді игеріп шыққан бала орта білім саласында, жоғарғы білім саласында оны ары қарай қалай дамыту керек? Өйткені жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, шыны керек тәрбие мен білім процесі ол бір нәрсе, бір тұтас ұғым. Жаңағы value based education дейді ғой. Назарбаев университетінде біраз еңбектерді байқадым. Осы туралы көп нәрсе зерттелді, айтылды, шыны керек. Қазіргі кезде біздің мысалы бір жылдары Әл-Фараби университетінде қайырымды қала деген кампус деген бір идея айтып қалды. Университетте шыны керек жастарға қазір жастар, әсіресе мынау Z буын қазіргі кезде, оларға құндылық өте қымбат. Оларға еңбек нарығында да қандай да бір компанияға жұмыс істейтін болса, ол жерде мансап немесе жалақы емес, бірінші ретте құндылық қазір қымбат екен. Сол туралы бір зерттеулерді байқап қалдық. Сол тұрғыдан университет бұл құндылықтарды ары қарай қалай толықтыра алады, немесе қандай құндылықтар бірінші кезекте беру керек деп санайсыз? Өте қызықты, маңызды сұрақ. Шынымен де бүгін біз көбіне орта білім беру саласындағы біртұтас тәрбие бағдарламасын талқылап жатырмыз. Бірақ тәрбие деген не деген сұраққа келетін болсақ, бұл түпкілікті мақсаты, бұл процесс, мақсатты саналы процесс, жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған процесс. Бізде жеке тұлғаны қалыптастыру ол балабақшадан кейін, мектептен кейін тоқтап қалмайды. Біз одан да саналы, кәсіби біліктілігі бар мемлекеттің азаматын қалыптастыруды жалғастырамыз. Бір қарағанда тәрбие ата-анаға керек сияқты, тәрбиелеушілерге керек сияқты болғанымен, бірақ бізге әр азаматқа қандай қоғамда өмір сүреміз десек, біз жақсы саналы адамдардың ортасында өмір сүргіміз келеді. Олай болса, қоғамның жауапкершілігі. Жалпы жеке тұлғаны қалай қалыптастырамыз деген сұраққа келсек, шынымен де қазіргі уақытта құндылықтарға негізделген тәрбие деген өте маңызды ой айтылады. Өйткені қоғам үшін құндылық ортақ. Бізде мектепте бөлек құндылық, университетте бөлек құндылық, оны бітіргеннен кейін жұмыс орнында бөлек құндылық деген жоқ. Бір ортақ құндылықтар. Сол адалдық, еңбекқорлық, тәртіп, жауапкершілік деген құндылықтар сол бірізділікпен бізде шынымен де балабақшаға келгеннен бастап әрі қарай жоғарғы оқу орнында ғылымға дейін жалғасып кете беруге тиісті. Тағы бір маңызды ой, сіз өзіңіз де айтып жатырсыз, шынымен де тәрбие мен оқу бөлінбейтін процесс. Біз мысалға оқытушы дәрісін ғана береді, одан кейін тәрбие жұмысы түстен кейін жүреді, дәрістен кейін жүреді, немесе тәрбиеге мына мамандар жауапты дегенде пікірден аулақ болу керек сияқтымыз. Енді біз көбіне тәрбиеге жауапты мына мамандар, оқуға жауапты мына мамандар деп біз дәстүрлі түрде бөлеміз. Бірақ мықты классикалық университеттерге келетін болсақ, біз гумбольдттық идеямен жүреді университеттердің бастамасы. Бұл еркін ойлайтын, саналы азаматтарды қалыптастыратын орта дейміз, жоғары оқу орны. Олай дейтін болсақ, бұл жақсы терең ой, жауапкершілік, саналылық, адалдық деген принциптердің барлығы сол дәріс арқылы қалыптасады. Өйткені дәрісте біз абстрактілі ұғымдарды бермейміз ғой. Бізде тәрбие контекстінде болуға тиісті. Біз тәрбиені бір бөлек құрғақ әңгіме ретінде айтып, ал дәрісті нақты бір басқа техникалық тақырыптарға бермейміз. Мысалға, егер де біз бүгін ауа райының ластануын өтетін болсақ, немесе ауыл шаруашылығын қоршаған ортаға зиян өтетін болсақ, бірден экология тәрбие мәселесі жүреді. Немесе үнемді саналы пайдалану мәселесі. Мысалы, энергетика тақырыбына келсек, үнемі күнделікті үйде сол саналы түрде үнемдеу мәселесі тұрады деген сияқты. Оның барлығы тәрбие. Мысалға, әдебиет болсын, тарихи тақырыптарда егер адалдық айтқымыз келсе, бір кейіпкерлердің оқиғалары арқылы бірден адалдық мәселесін тәрбиелейміз. Ол негізі мектептен солай жүруге тиісті мәселе. Одан бөлек әрине біздің оқу орындарында біз үлкен мән береміз. Қазіргі уақытта әртүрлі қауіп қатерлері бар жастардың арасында. Бұл қазір жаман әдеттер деп те біз ұлттық құрылтайда да осы мәселені көтеріп жатырмыз. Ойын құмарлық, бір тәуелділік, жаман қылықтарға тәуелділік, кітапты аз оқу, вандализм мәселесі, осындай әртүрлі мәдениетсіздік көріністері болып қалады. Бұл әрине оқу процесінен бөлек те түрлі шаралар арқылы, түрлі талқылаулар арқылы, фильмдер көру арқылы үнемі жүретін процесс. Негізі оқу орындары, мен айтар едім, жоғары оқу орындары бұл үлкен бір азаматтық орта, азаматтық қоғам, бір диалогтық орта, және де мықты елдің азаматтарының қалыптасатын нағыз ортасы. Сондықтан пікірсайыс ойындары болсын, ойын деп айтамыз, технологиясы бар. Басқа да көптеген процесстер арқылы, волонтерлық бізде қозғалыстар бар, көптеген біріккен коллективизм идеялары бар. Осының барлығы түптеп келген кезде біз ертең осы елдің азаматы қандай болсын десек, соның бүгінгі моделі университетте қалыптасып жатыр. Сондықтан оқу орындары
жастарды, жеке тұлғаны тәрбиелеу, саналы қоғамды тәрбиелеу процесінде үлкен роль атқарады. Осындай бір ортаның біреуі, Лаура ханым, менің ойымша, ол кітапхана сияқты. Өзіңіз де жақсы білесіз, батыс қоғамда бұл кітапхана тек қана біздің енді ауыл мектептерінде білесіз ғой, кітаптарды жылдың басында таратып береді, жылдың соңында жинап алу мүмкін. Бірақ та кітапхананың бір үлкен бір маңызды функциясы бұл communication центрінде қоғамдық коммуникация, жаңа сіз айтқандай пікірсайыс, идеялар талқылау, адамдардың бір жиындары өткізуі, тартылыс орны, бұл идеялардың ортасы, былайша айтқанда. Сол тұрғыдан сіздердің Жұбанов университетінің кітапханасы қалай жұмыс істеп жатыр, форматы қандай, сосын мына кітаптардың базасы қандай сіздерде? Шыны керек, өңірде міндетті түрде мынау мемлекеттік тілдегі оқытатын кітаптар салалық, сіздерде мынау мұнай инженериясы, электроэнергетика, компьютерлік жаңағы саладағы мамандықтар бар, сіздерде. Соған қатысты кітаптар қаншалықты жеткілікті сіздерде? Осы сұраққа. Осыдан 2 жылдай бұрын сауалнама өткізгенбіз. Өйткені мен кейде университетті аралап жүріп, кітапханаға кіріп шыққан кезде кітапханада үнемі адам болмайтынын байқағаным. Мен үшін бұл бір ойландыратын сигнал болды. Содан кейін сауалнама өткіздік студенттердің арасында. Кітапханаға қаншалықты жиі кіресіз, не үшін кіресіз, не жетіспейді деген сияқты. Сол кезде сауалнамаға қатысқан студенттердің өте жақсы респонденттік пул болды. Қатысқандардың 50% кітапханаға мүлдем кірмейтін болып шықты. Біз ойландық. Неге кірмейді? Ол жаңағы әдет қалыптаспаған дейміз, қажеттілік жоқ дейміз, ол бір әңгіме. Бірақ сол кезде біздің ойымыз кітапхананың кәдімгі мынау орын ретінде тартымсыз орын болып кеткендігін байқадық. Қараңғылау бөлмелер, салқындау бөлмелер, ескірген жиһаз, ыңғайсыз отырғыштар деген сияқты мәселелер. Оның ішінде әрине сервис тағы бар. Кітаптардың мазмұны толықтырылып отыруы, ол да өте маңызды мәселе. Содан кейін біз қандай процеске көштік? Біз кітапхананы трансформациялау процесін бастадық. Алматыдан ұлттық университеттен мықты маманды тартып, тапсырма бердік, көзқарастарды, концепцияны қалыптастырдық. Нәтижесінде, мысалы, биыл біз кітапхананың алғашқы 2 легін іске қостық. Ол қалай? Ол әрине студенттер үшін ыңғайлы эстетикалық талаптарға сай бөлмелер, жақсы ыңғайлы жиһаздар, әртүрлі бұрыштар. Ол жерде көптеген ыңғайлы жақтарын, конференц залдар, дыбыс жазатын студиялар деген сияқты осындай әртүрлі жағын қарадық. Кейде сізде мына жерге кіріп келгенде де байқадым, отыратын жұмсақ, тербеліп тұратын отырғыштар деген сияқты. Бұл бір жағы, әрине ең алдымен мынау физикалық жағынан ыңғайлылықтың болуы. Енді екінші мәселе, әрине кейде қазіргі уақытта біздің әріптестеріміз айтады, студенттер кітапханаға қазір көп келеді, бірақ көбісі жай әңгіме айтып отыратын сияқты. Мен айтамын, ода тұрған ештеңе жоқ. Әңгіме айтып отырсын, жай отырсын, демалып отырсын. Мүмкін кейбіреулер тағы да басқа іспен айналысып отырсын. Ең басты олар кітапхананың ішінде. Артына қарасаңыз, кітапты көріп отыр. Қаншама кітаптың ортасында қалай болғанда да олар жақсы жерге келіп отыр. Бейімделеді. Келу жағын қамтамасыз еттік, бұл бір мәселе. Енді олар келген кезде не істейді? Кітаптың қорын толықтыру жағы өте маңызды. Биыл мысалы біз Хериотоппен серіктестігіміздің маңызды жері бізде мынау техникалық, сапалы оқулықтардың болуы үлкен мәселе ғой. Өйткені өте жақсы әлемнің прогрестің жүруіне байланысты технология, техника саласында кітаптар ағылшын тілінде. Әрине, Хериотоп бізге барлық базасын ашты. E-library дейміз ғой, электрондық кітапханасында біздің студенттері толықтай қолжетімділік бар. Өтетін күнделікті оқулықтардың бары ағылшынша. Әрине, қазақ тіліне сапалы аударылған оқулықтардың болуы да өте маңызды мәселе. Бұл да қазір бізде қандай елімізде кітаптар аударылды, өте жақсы кітаптар бар, оның барлығын кітапханаға кезең-кезеңімен алып жатырмыз. Одан бөлек бізде ғылыми орта болғаннан кейін ғылыми кадрлардың сұранысы болады. Мысалы, әлемде өзіміздің кітапханамызда бір жақсы бір мақалаға егерде сілтеме жоқ болса, ашылмаса, әлемдік кітапханалар байқасаңыз, interlibrary loan деген бар, қарыз қалып береді басқа кітапхана. Біз осындай мәселелермен қазір жұмыс жасап жатырмыз. Өте қымбат сервистер. Кез келген ғалымның кіріп, кез келген мақаланы аша салуы бұл өте маңызды, бірақ осыған қатысты кейбір көптеген университетте шектеулер бар екенін білем. Бұл да өте маңызды. Яғни кітаптардың, физикалық кітаптардың болуынан бөлек қазіргі заманның ерекшелігі, қазір кітапхананың құндылығы, кітапхананың мықтылығы кітаптардың санымен өлшенбейді, кітаптардың коллекциясымен өлшенбейді. Ол жерде қаншалықты әлемдік ғылымдағы, техникадағы прогресске қолжетімділік қамтамасыз етіле алады. Кітапхана консультация бере ала ма, ғылыми жағынан көмектесе ала ма, воркшоптар өте ма деген сияқты мәселе маңызды. Одан бөлек қазір кітапхананың ерекшелігі, біз пицца патилар,
кино қарайтын процестердің барлығында кітапханаға қарай жайлап көшіре бастадық. Қарап отырсақ, студенттер шынымен де бір кештерді, шығармашылық кештерді, талқылауларды, пицца пати дейді, бір ойындардың барлығын кітапханада ойнай бастағанын көрдік. Сонымен қатар арт-терапия, тоқып отыру сияқты процестерінде флешмобтардың кітапханада өткендігін байқап жатырмыз. Кітапхана енді тек қана келіп кітапты алып кетіп қалатын, тапсыратын орын емес. Өзіңіз айтқандай, жаңа оқу жылының басында үлестіріп жіберіп, кейін жинап алатын орын емес. Кітапхана шынымен де ми орталығына айналуға тиісті сияқты. Әрине бұл процесс күрделі процесс, әлі де жүріп отырады, бірақ біз қазір осы процесспен айналысып жатырмыз. Кейбір мемлекеттерде дәл осы кітапханаларда енді райтинг центр дейді, жаңағыдай қандай да бір мақала жазу, мотивациялық хаттар жазу, сосын курстық жұмыстар жазу. Бізде қазір осы да өте бір маңызды мәселе сияқты. Өйткені бізде қазақша академиялық жазу стандарттары және де соған тіпті кейбір оқытушылардың өзі студенттерге лайықты деңгейде бере алмай жататын жағдайлар болады. Ол жақта үлкен тәжірибе бар, үлкен білім бар, бірақ та қазіргі мынау заманауи мақала жазу стандарттарына бейімделу жағынан бізде мына осы кітапханаларда осындай да бір орталықтар ішінде болу керек сияқты. Қазір енді жалпы Қазақстандағы өңірлерді аралаған кезде байқайтынымыз. Лаурахан, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Жалпы Жұбанов университеті бұл батыстағы ең ірі өңірлік университет. Солай ғой? Ал енді Ақтөбе дегеніміз бұл өндірістік өңір. Ақтөбедегі өндірістік мекемелерге, орындарға маман дайындайтын бірден бір ошақ осы Жұбанов университеті. Олардан сіздердің мамандарға жыл сайынғы қамтамасыз ету жағынан бір келісімшарт бар ма? Осы маман қамтамасыз ету жағынан қандай жетістіктер бар осы уақытқа дейінгі? Соған тоқтала кетсеңіз. Біз енді қазіргі уақытта айтып отырмын ғой, өңірлік университеттің шекарасынан шығып ұлттық деңгейдегі кадрларды даярлауға атсалысып отырған университетпіз. Десек те, біздің ең алғашқы орналасқан жеріміз, шыққан жеріміз бұл өңір. Біз өңірлік университетпіз. Сондықтан өңірлік университеттің негізгі кадр даярлау саясаты да, ғылыми қызметі де, басқа да қоғамдық саяси өңірдегі миссиясы да барлығы да сол өңірдің қажеттілігін қамтамасыз етуге және сол өңірдің локомотиві болуға бағытталған. Енді біз Ақтөбе өңірінде мысалға әрбір педагогтың, әр 5-ші педагогты мысалға дайындайтын біз деп айтамыз. Әрбір 6-шы мемлекеттік қызметкерді даярлайтын Жұбанов университеті дейміз. Біз ең бастапқы бұл педагогикалық кадрлар даярлаудағы рөлден бөлек Ақтөбе өңіріндегі шынымен де өндірісті өңір болғаннан кейін инженерлік кадрларды даярлайтын, толықтай қамтамасыз ететін ол шынымен де біздің университет. Металлургтер, мысалы Қазхром компаниясы Ақтөбедегі аса ірі жер қойнауын пайдаланушы, ірі қала құраушы мекеме. Бұл Қазхром компаниясындағы қызметкерлер ғана емес, бұл соңғы жылдары өте жақсы үрдіс. Қазхром компаниясындағы Ақтөбе ферроқорытпа зауытын басқарып отырған ең алғашқы жергілікті кадрлардың барлығы бұл Жұбанов университетінің қалыптастырған кадрлары. Бұл өте маңызды. Сонымен қатар сіз айтып отырған мұнай инженериясы бар, басқа салалардың барлық мамандар. Ақтөбе рентген мысалға зауыты бар. Ол бұрын соңды шетелден алып келген кадрлардың 43 жылдан бастап жұмыс жасаған зауыт болғанмен, бірақ соңғы 2 жылда бізбен жұмыс жасап, біздің IT кадрларымыз оларға түрлі компьютерлік бағдарламаларды жасаумен айналысып жатыр. Одан бөлек енді мұнай саласы өте көп мамандықтарды дайындаймыз. Әсіресе Хэриот университетімен бірлескен 3 мамандығымызда техникалық мамандықтар, бұлар өңірдің сұранысы бойынша дайындалды. Қазір бізде электроэнергетиктер үлкен сұранысқа ие. Электроэнергетиктерді дайындау арқылы біз толықтай қамтамасыз етіп отырмыз. Және де мұнайға қатысты айтқым келеді. Қазір әлем, соның ішінде біздің әріптесіміз Хэриот университеті жай ғана петролиум инженеринг деген бағыттан кетіп жатыр. Олар қазір баламалы энергия көздері, энерготранзит және де энерго басқару деген бағытқа қарай кетті. Сондықтан қазіргі біздің дайындап отырған инженерлеріміз Жұбанов университетінің Хэриот базасында олар тек қана мұнай саласында жұмыс жасаумен шектелмейді, жалпы энергетика саласында, соның ішінде қазір біз айтып отырған баламалы энергетика саласында жұмыс жасайтын және энергоменеджмент жасайтын, энергетика саласын басқара алатын кадрлардың жаңа буынын дайындауға біз атсалысып жатырмыз. Енді бұл қазір одан бөлек біз қазір өңірлік қажетті кадрлардың
тұжырымдамасын қалай болжамын жасап жатырмыз. Қазіргі уақытта біз осы жұмыстарды аяқтадық. Көптеген респонденттердің, көптеген жұмыс берушілердің қатысуымен алдағы жылдары Ақтөбе өңірінің экономикасы үшін қандай дағдылар мен қандай мамандар қажет болады деген сұрақтарды қазір біз тұжырымдап жатырмыз. Алдағы уақытта қоғаммен бөлісеміз. Нәтижесінде біздің кейбір білім беру бағдарламаларымыз қабылданатын контингент мазмұны сәйкесінше түзетілетін болады, корректировка болады. Дағдылар деген осы жерде жақсы есіме түсіп отыр. Шыны керек құндылықтарды қалыптастыратын ол дағдылар мен құзыреттер ғой. Қазіргі студенттерге білім беру, диплом берумен қатар дағдылар мен құзыреттер, қазіргі нарыққа, өндіріс орнына нақты қандай дағдыларды игере алатын адам жұмыс істеу керек, ол да маңызды сияқты. Және де бір толықтыра кететін мәселе, сіздердің оқыту бағдарламасы, оның мазмұнына осы өндіріс орындарымен бірлесе отырып ақылдасасыздар ма? Бағдарламаны жаңартуда, толықтыруда қазіргі уақытта? Міндетті түрде. Соңғы жылдары біз көптеген академиялық комитет дегендерді құрдық. Ол дегеніміз не? Университеттің өкілдерімен қатар жұмыс берушінің өкілдері келіп, алдағы уақытта біздің кадрларды жұмысқа алу үшін оларға қандай дағдылардың болуы маңызды дегенді айтады да, біз сәйкесінше кейде жаңа дисциплиналар қосамыз. Сондай кезеңдер болып тұрады. Бірақ мен мына нәрсені айта кеткім келеді. Бұл бір екі жақты балансты қажет ететін процесс. Біз толықтай бүкіл білім беру бағдарламасын өндіріске бұрып кете алмаймыз. Өйткені бұл университет дегеніміз академиялық орта, ол өзінің қалыптасқан академиялық стандарттары бар. Сондықтан біз ғылымның фундаменті, академиялық стандарттарды бізде философияны да оқытамыз, мәдениеттану ол өте маңызды. Осылардың барын сақтай отырып, бірақ әрине біздің дайындайтын кадрларымыздың қажетті бәсекеге сұранысты болу үшін міндетті түрде өндіріс орындары мен басқа да жұмыс берушілердің сұраныстарын міндетті түрде ескере отырып білім беру бағдарламаларын өзгертеміз. Соның ішінде енді өндірістік тәжірибе өте маңызды. Және бізде мекемелерде, университетте қазір кафедра дегенді ашып қойғанбыз. Сол кафедра арнайы кабинет, кез келген уақытта біздің студенттер барып сол жерде жүре алады. Өндірістің базасында. Енді Лаура ханым, бүгінгі сұхбатымыздың соңғы сұрағы болсын. Қазір бізде мынау ұлттық комиссияның жұмысына атсалысып жүреміз. Жалпы байқайтынымыз Қазақстанда әйелдер активизмі, зерттеу саласында, саясатта қазір жақсы қарқын алып келе жатыр. Енді гендерлік теңдік бойынша әрине бізде әлі көп жыл бар. Әлі де жетістікке жету үшін орталық Азия елдеріне әлі біраз барьерлерді еңсеру керек. Бірақ та енді ғылым саласындағы ұмтылыс өте жақсы қарқын алды қазір. Жас ғалымдардың клубы қазір жарияланымдар, түрлі жетістіктерге жетіп жатыр. Әйелдердің ғылымдағы үлесі қалай болу керек, қалай ойлайсыз? Саясаттағы әйел адам мемлекеттік қызметтегі бір саяси шешімдер қабылдауы мүмкін, бірақ ол шенеунік ретінде саяси қызметтегі адамның оның уақыты шектеулі бәрібір. Ал ғылымдағы адамның қызметі ол ұзақ мерзімді нәтижелерге алып келеді деп ойлаймын. Ғылымдағы әйелдердің орны қандай болу керек? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Рахмет. Енді сіз айтып отырған әйел теңдігі мәселесі, гендерлік мәселе, бұл тағы да сол инклюзивті қоғам құрудың басты қадамдарының бірі ғой. Біз жалпы айтып отырған тең құқықтар жөнінде айтып отырмыз. Әр адамның өзінің мүмкіндіктерін жүзеге асыруы және қоғамда осындай мүмкіндіктердің болуы жөнінде айтып отырмыз. Ғылымда әйелдердің қатысымы өте жоғары, негізі 50%-ға жуық бізде ғылыми қызметкерлер әйелдер дейміз. Әйелдер өте белсенді дейміз. Десек те бізде ғылымда қандай? Әлде болса ғылымдағы жоғарғы шешім қабылдау процестерінде де осы 50% дәл сол жартысын құрайтын әйел азаматтардың да дауысы естілсе дейміз. Ол мәселе міндетті түрде, формальды түрде әйелдердің болуы емес, жоғарғы басшылықта болуы емес, кейбір гендерлік сенситивті, гендерлік өте сезімтал мәселелер болады. Сол жерде де әйел адамдардың шешім қабылдау процесінде болғаны өте маңызды. Бұл тағы да не үшін керек деген сұрақ болсақ, бұл дұрыс, оң, барлық мүдделерді қамтитын дұрыс шешімдердің қабылдануы мәселесі үшін. Енді әйел адамдардың ғылымда үлесі мол дегенімізбен мәселелер бар. STEM саласы. Және де бұл мәселелер жалпы әйелдердің саясаттағы да, жоғары лауазымдық басшылық қызметтердегі де қатысымының аз болуы бұл өте терең процесс. Ол ерте басталатын процесс. Мысалға, сіз өзіңіз айтып отырған Назарбаев университетіндегі менің әріптестерім осыдан 4-5 жыл бұрын зерттеу жұмысын жүргізді. Мектептегі оқулықтардағы гендерлік имидждердің көрініс табуы, мектеп оқулықтарындағы картиналарды, суреттерді талқылайды ғой. Сонда әйел адамдар нені білдіреді, ер адамдар, ер балалар нені білдіреді. Сол кезде қарап отырсақ, көбіне экономика, басқару, жетістік, шешім,
батылдық деген сияқты ұғымдарды берген кезде көбіне біз ер балалардың суретін көреміз. Ассоциация бар сонда. Ал фестивальдар, шаралар, басқа да бір тамақ дайындау, үйдің безендірілуі, мерекелер деген сұрақтарға келсек, әсемдік көбіне феминитивті әйелдердің жанын байқаймыз. Сондықтан да бұл жерде сол кішкене кезеңнен бастап әйел адамдардың, қыз балалардың өзіне сенімді ме? Иә, әрине әйел адам өзіне мынандай мұғалімдік таңдағысы келсе, ол мұғалім болсын. Ал ол инженер болғысы келсе, инженер болсын. Бұл тағы да айтқанда өзін өзі шектемеу мәселесі. Және де бір қызығы, біз көптеген зерттеулердің нәтижесіне қарасақ, STEM саласында мектеп оқушыларының арасында қыз балаларының оқу үлгерімі үнемі жоғары. Ал енді университеттегі біз техникалық, инженерлік мамандықтарды қарайтын болсақ, бірден қыз балалардың санының күрт азайғандығын байқаймыз. Қазіргі уақыттағы мынау жаңартылатын баламалы энергия көздері сияқты, мынау климаттық өзгерістер жағдайында көптеген мынау инженерлік мәселелерді қозғаған кезде біз әлде болса әйел адамдардың үлесінің аз екендігін байқаймыз. Сонда жоғары оқу орнына келген кезде, мектеп бітіргеннен кейін қыз балалар өзінің біліміне сенбейді ме, өзін көрмейді ме деген сияқты көптеген мәселе туындатады. Сол қалай болғанда да бұл жерде әрине қыз балалардың өзіне деген сенімдігін арттыру, түсіндіру жұмыстарын нығайту, көбірек рөлдік модельдерді көрсету, әрине қалай болғанда да қоғам тарапынан, ата-ана тарапынан және көбіне қыз баланың әкесінің тарапынан өз-өзіне сенімділігін оятуда үлкен рөлі бар. Қарасаңыз, өте күрделі процесс. Негізі біз мемлекет тарапынан әйел адамдарға мүмкіндіктердің кезең-кезеңмен жасалып отырғандығын көріп отырмыз. Әйел адамдардың қатысымын арттыру, саясаттағы, қоғамдық рөлдегі барлығы да келе жатыр. Ғылымда да әйел адамдар мол. Десек те бұл ұзақ мерзімде шынымен де біз қалай инклюзивті қоғамның бөлшегі ретінде бұл мәселелердің кәдімгі табиғи процестерге айналу үшін кәдімгі адам құқықтары деңгейіндегі, бізге сана деңгейіндегі, тағы да түсініктер деңгейіндегі үлкен қадамдар мен үлкен трансформация жұмыстары қажет сияқты.